Assalamu alaikum қазағылы. Менеке бір шай болып қалды. Павловна ағаштарына. Әр жерде біреу өспей қалды. Біреу аласа, біреу биік болып қалды. Әр жерде аласа болып қалды. Әр жерде болған ол өліп қалды. Одан қоса мынандай бір құрттар жеп жапырақтарын. Әйтеуір бір әуес екен. Оның дәрілерін. Мына жерде тоже бір ауырып қайтадан өсті. Мынау бір ауырып жапырағы солып, одан кейін қайтадан қалпына келді, бойы аласа. Құрттар жеп қойған бірден етер. Дәрілеп шықтым бағана. Нәтиже осындай. Менде бойы биік өспедім. Неге екен белгісіз. Әлде дәннен еккеннен бе? Екеуді көресің ютубтан. Биік болып тұрады. Олар неден еккен сияқты тамырдан көшет отырғызылған секілді. Енді бұларға бір удобрение беріп көру керек. Нәтижесі қалай болады екен. Менікі мынандай удобрение себіп керек. Азот бар дейді, фосфор дейді, калий дейді. Микроэлементтер бор, мед, марганец, цинк дейді. Қазір ақырында беземіз. Осының ішіне төгіп тастадым. 20 литр суға дейді. Мінекей 20 литрлік ыдысқа. Бағана езіп болдым, міне су құйып жатырмын. 20 литрге толып жеткізіп. Әрқайсының түбіне бір шөміштен құйып тастайық. Осылай. Навигатор келіп қолдап отырайық.